Қарағанды қаласы номер 3 гимназияның 9-ғы сынып оқушылары мамандықты дұрыс таңдау табысты өмірдің кілті деген сұхбат өткізген еді. Мамандықты дұрыс таңдау өте маңызды және жауапкершілікті болып табылады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Да, я считаю, что правильный выбор профессии – это важно в будущем. Это помогает раскрыть твой творческий потенциал в той или иной сфере. Every person can choose any job that he likes. In our school, we are learning Kazakh, Russian, English, French, and German. It can help us to find a well-paid job in the future. Сізге кішкентай балалармен жұмыс жасаған ұнайды ма? Әрине, бастауышта ең кішкентай әріп танымай, жаза алмай келген балаларды бақыт бағдар беріп, өз білімімді соларға жеткізе біліп, олардың әр қадамына қуанып, білім берген маған өте ұнайды. Сұхбатыңызға рахмет. Hello. How did you understand that you want to work as an English teacher in our school? At the time I graduated Karaganda State University after Buketov, so I take my resume and passed here in our school. So I was taken an English teacher in 2011. So from that time I'm teaching in the school from 1st grade to 9th grade. Сәлеметсіз бе? Балаларға спортқа деген сүйіспеншілікті ояту тәсілдерімен бөлісе аласыз ба? Әрине бөлісе алам. Әр мамандықтың өз ерекшеліктері бар. Соның ішінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі боламын. Балаларды спортқа деген сүйіспеншілік ояту ол менің тікелей міндетім болып келеді. Балаларды әр сабақта біз спорттық қимылдармен және де әр түрлі ойындармен біз оларды спортқа деген сүйіспеншілігін оятамыз. Рахмет жауабыңызға. Сау болыңыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Что самое сложное в вашей работе? В моей работе мне нравится все, но самое сложное из-за большой нагрузки – это, правда, проверять тетради. От количества учащихся просто башка кипит порой. Спасибо, было очень интересно. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Чем важна профессия врача? Профессия врача важна чем? Заботой о здоровье людей, о снижении заболеваемости, о правильном лечении и как можно, конечно, меньше заболеваемость и смертность нашего населения. Спасибо, было очень интересно узнать. Hello, my class is for Who do you want to be when you grow up? I want to be engineer. Great. Сәлем. Сәлем. Сен өскенде кім болғың келеді? Маған стюардесса болғым келеді, өйткені маған шетел мемлекеттерді оларға баруға ұнайды. Рахмет.